Ақсақ Темір. Темірдің шешесі Сақып Жамал осы баласына екі қабат кезінде түс көріпті. Түсінде ол бала емес, жылан туыпты. Сол жылан көз алдында үлкейіп айдаһар болыпты. Алдымен ол өзінің туған анасын жұтыпты, артынша сол кездегі Сырдария билеушісі Тоқалақты жұтыпты. Бұл түсін екі қабат келіншек үйіне кездейсоқ қонақ болған жолаушы кемпірге жорытыпты. Кемпір сатқындық жасап, бұл түсті Тоқалаққа айтып қойған. Қаталхан екі қабат келіншекті алдырып, өз қолымен ішін жарып, мазардың ішіне көмусіз тастатқан. Сақып Жамалдың туған сіңілісі Теккене 7 айлық тірі жатқан баланың кіндігін тісімен қиып, баланы алып кеткен. Шешесінің ішіне пышақ салған кезде кішкентай баланың оң аяғына зақым келіп ақсақ болып туған. Әлгі 16 жасар әлі беті ашылмаған бейкүнә қыздың емшегінен сүт шыққан баланы өсірген. Ақсақ Темір өмір бақи шешем, анам Теккене деп кетті. Түркі тұқымдас барлас руынан шыққан Шахрисабз биі Тарағай түс көреді. Түсінде биік таудың басында тұрған екен. Түн тастай қараңғы. Тарағай бидің қолында болат қылыш бар. Қолындағы қылышынан сол шақта найзағай оттары жарқылдай, дүние жүзі жап-жарық бола қалады. Тарағай би оянып кетеді. Бірақ сол түні оған ақ киімді, ақ сәлделі, ақ атты адам аян береді. Тарағай би: қазір әйелің Тәккине бір ұл туады. Ол әлемді билейтін жаһангер болады депті. Ол Қызыр алейхиссалам әулие екен. Бұл жору ертеңіне қазаған ханға да жетеді. Ол болашақ жаһангер әмірдің тууынан сескеніпті. Нөкерлеріне бұйрық беріп, бидің жоқ кезінде толғатып жатқан әйелдің қарнын іштегі бала өлі түсуі үшін ауыр таспен үйкелетеді. Әйткенмен бала мұнымен өлмейді, мезгілі жеткенде туады. Бірақ тастың салмағымен ана қарнынан бір аяғы солып түседі. Тарағайдың ортаншы әйелі Тәкине қатын осы Темірге екі қабат болған кезінде түс көреді. Түсінде Қызыр алейхиссалам әулиеден бала сұрайды. Әулие оған денесі тастан, жүрегі дүниенің ең нәзік гүлдерінен жаралған ұл береді. Емшегін жөндеп еме алмаған баласын анасы құйрығынан салып қалғанда, тастан жаралған баланың денесінен қолы қатты ауырып кетіп, анасы жылап қоя береді. Анасының жылағанын көріп, жүрегі нәзік гүлдерден жаралған баласы енді қосылып жылайды. Анасы мен баласының көзінен жасы ағыл тегіл төгіледі. Қалай, балаң мұнады ма деген Қызыр алейхиссалам әулиеге Тәкине қатын: маған мұндай жылауық баланың керек жоқ, басқа бала бер деп жыланады. Сонда әулие оған керісінше денесі гүлдей жұмсақ, жүрегі тастай басқа бала береді. Бұл да анасының емшегін дұрыстап еме алмайды. Анасы бұны да ұрады, бірақ қанша ұрса да баланың көзінен жас шықпайды. Баласының бұл мінезіне қуанған анасы сылқылдап күліп жатып оянып кетеді. Ертеңіне Тәкине қатын түсін бір білгір кәрі кемпірге жорытады. Түсіңде жыласаң, өңінде қуанарсың, ал түсіңде қуансаң, өңінде жыларсың. Бекер алғашқы балаға көнбеген екенсің. Сенің мына туғалы тұрған балаңның денесі ет пен сүйектен біткен жұмсақ болғанмен, жүрегі тастан да қатты келеді екен. Түбі өзгені қойғанда өзіңді де талай жылатар деген екен.